Сәлеметсіз бе, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз психологияның жалпы түсінігі. Психология дегеніміз ол адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан алуан сезім, аффективтік, интеллектуалды, басқа да туа біткен функциялармен бірге сыртқы орта мен өзара әрекетін зерттейтін ғылым. Кей кезде адам мінез құлқын зерттеу деп те анықталады. Қыруар тарауларды теориялық және практикалық бағыттарды қарастырады. Қолданбалы бағыттарды сан алуан терапевтік, қоғамдық, кәсіпкерлік, кей жағда саясаттық және теологиялық. Психологияның негізгі мақсаты психиканы, субъективтік структураның сыртқы ортаны байымдаумен, елестеумен жұптасқан айрықша іс-әрекеті негізінде зерттеу. Этимологиялық деңгейде психология рух пен руханиятты зерттеу деп танылады. Өзінің грекше мағынасында бұл зерттеу вегетативтік, сезімдік, интеллектуалдық функциялармен шектеледі. Бұл жан туралы ілім деген ұғымды білдіреді. Алайда психология ақыл-ой қызметтерін зерттеумен бірге рухани себеп-салдар әдістемесі, рухани жекешілдігінің тұлға ішіндегі ақиқатты зерттеу. Ақыл-ой тек комбинация мен арақатынас мекен емес, ол абстракция мен материалды қатынас арқылы адам затын ойлау әрекетіне икемді нәрсе ретінде анықтайды. Осы тұста адам мен жануар арасындағы айырмашылық көрінеді. Психологиялық құбылыстардың пайда болу және даму қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Психикалық құбылыстарды бізді қоршап тұрған сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы әртүрлі бейнелері болып табылады. Олар көпшілігімізге өз тәжірибемізден жақсы мәлім, тілімізде жиі кездесетін ұғымдар. Бір қарағанда бұлардың мәнін әрқайсымыз тез ажырата білмейтін де сияқтымыз. Бірақ психикалық құбылыстардың мәнін ғылыми тұрғыдан түсіну арқылы ғана жан-жақты ажыратуға болады. Осы мәселені ғылыммен жолмен баяндауды, олардың өзіндік заңдылықтарын айқындауы сөз болып отырған психология ғылымы қарастырды. Психология ерте замандардан келе жатқан білім салаларының бірі. Оның дүниеге тұңғыш келген жері Греция. Психология термині грек тілінің екі сөзінен тұрады. Оның біріншісі психе, жан, екіншісі логос, ілім. Сөйтіп, бұл сөз жан туралы ілім деген ұғымды білдіреді. Ерте замандарда пайда болып, ғасырлар бойы соқыр сенім нанымдармен бірге кейбір зиялылардың көзқарастарында да насихатталып келген түсініктер бойынша адамға тәннен тәуелсіз жан болады, мәңгі бақи жасайтын жан адамның барлық психикалық тіршіліктерінің иесі де себепшісі деген. Жан туралы осындай жалған түсінікті пайда болуына алғашқы адамдардың табиғат сырларын дұрыс түсіне алмауы себеп болды. Олар дүние табиғатқа бағынбайтын, одан оқшау тұратын ерекше бір сиқырлы күш бар. Ол жан жақты болса, соның бір көрінісі ұйқы кезінде ол денеден уақытша шығып кетеді де, адам оянған кезде қайтып келеді. Егер келмей қалса, адам өледі деп тұжырымдаған болатын. Жан туралы осындай амнистик пікірлер мен кейбір тайпалардың арасында күні бүгінге дейін кездесіп келеді. Психология өз алдына ғылым ретінде 19 ғасырлардың 20 жылдары бөлініп шыққан болатын. Осыған себеп болған ғылыми зерттеу мекемелері, психологиялық лабораториялар және институттар, жоғарғы оқу орындарындағы кафедралар, сонымен қатар психикалық құбылыстарды оқып білуге байланысты экспериментті насихаттау жұмыстары. Көптеген ертедегі ойшылдардың көзқарастарынан ортақ болған психология сөзінің орнына жан ұғымын қолдана және ерекше мәнді құбылыс ретінде қарастырады. Осымен назарларыңызға рахмет, балалар. Сіздерге үйге тапсырма, осы психологияның шығу тарихын үйден оқып зерттеп келіңдер. Келесі сабақта қайталаймыз.